Ресей бізге соғыс ашу мүмкін ба дейді. Ресей қазірдің өзінде сені жаулап қойды ғой. Соғыс ашпай 5 миллион орысын жіберіп, Қазақстанның инін, ірінін алып, Қазақстанда компанияларын тіркеп, Қазақстанның азаматтығын алып, 13 жерде әскери базасын құрып, бүкіл генералдарының бәрін, Ресейдің генералдарын ауыстырып, қолдарында өтірік Қазақстан төлқұжатын, паспортын алып, бүкіл банкіңді, бүкіл қазба байлығыңды, бүкіл мұнай өңдеу зауытыңды Ресей сатып алып, сені соғыссыз жаулап қойды. Сондықтан Ресей соғыс ашама дейсің. Ресей соғыс ашып сені жаулап алып қойды. Тоқаевтарыңыз, мына ұрғашы тигрларыңыз Путиннің басы байлы құлы. Путиннің Қазақстанды басқаруға қойып қойған администраторы. Болды, бар болған сол.